Жайық, Қиғаш өзендерінің су деңгейі туралы жедел мәлімет. 25 мамыр 2024 жыл. 25 мамыр күні Атырау қаласының тұсында Жайық өзенінің деңгейі 1 сантиметр өтеліп, қазір 591 сантиметрге жетті. Қауіпті межеден 41 сантиметр асқан. Сондай-ақ Жаңаталап ауылының тұсында 1 сантиметр өтеліп тұр. Ал Еркінқала ауылының тұсында су деңгейі өзгеріссіз. Индербор кентінің тұсында 6 сантиметрге төмендеп 989 сантиметрді көрсетті. Ал Махамбет ауылында Жайық өзенінің деңгейі бір тәулікте 5 сантиметр өтеліп, 10 метр 25 сантиметр болып тұр. Қиғаш Шортанбай және Қиғаш Бөкейхан бекетіндегі су деңгейі кешеден бері өзгеріссіз. 25 мамыр Ереклі су қоймасынан секундына 141 текше метр су жіберіп жатыр.